Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. БқО-да жол жиегінде дөңгелек ауыстырған 2 адамды көлік қағып кеткен. Қайғылы оқиға 8 желтоқсанда сағат 8:42-де болған. БқО-да жол жиегінде дөңгелек ауыстырған 2 адамды көлік қағып кеткен. Ашық дереккөз. Батыс Қазақстан облысында жол жиегінде көлік дөңгелегін ауыстырған 2 адам қаза тапты деп хабарлады Түркістан.кз. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, қайғылы оқиға 8 желтоқсанда сағат 8:42-де болған. Орал-Атырау тас жолында тағы бір қайғылы жағдай орын алды. Атырау қаласынан келе жатқан Toyota маркалы автокөлігінің 2000 жылғы жүргізушісі жолда жүру ережелерін сақтамай жолдың жиегінде дөңгелегі жарылып, соны ауыстыруға тоқтаған Opel маркалы автокөлігіне келіп соғылған. Жол көлік апаты салдарынан Opel маркалы автокөліктің жанында жүрген жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында қаза болды деп БқО бастығы полиция подполковнигі Александр Плешаков. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлігі көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.